Друзья, я сейчас приехала в центр Дарн, центр дополнительного образования. В Уральске нахожусь. И вот впервые познакомилась, давно слышала, а теперь воочию. Дусингалиева Гульсин Габдулгазизовна. Гульсин Габдулгазизовна, айтып жіберіңізші, қандай достижение, какие новости сіздің дарыңызда бар? Біздер мына жерге жақындауымызға болады, былай қарай да. Жайық мына жерде жұлдыздар тұр. Біздің биылғы көрсеткішіміз бұл жерде тұрған. Тек қана осы 23 жылғы. Дарын қосымша білім орталығы 2003 жылдан бері облыс көлемінде жұмыс жасап жатқан орталықтың біреуі. Жалпы республика бойынша ең алғашқы ашылған орталықтың біреуі. Дарынды бұндағы мақсат жаңағы дарынды балдарды анықтау, оларды жаңағы ары қарай дамыту мақсатында осы орталық ашылды. Қазіргі таңда облыс бойынша бір жылдың ішінде біздер 16 мыңға жуық баланы қамтимыз. Бұл әртүрлі олимпиадалар, әртүрлі ғылыми жобалар конкурстар, оның ішінде президентский олимпиада бар, зерде бар, жаңағы жас ерекшеліктеріне сай бастауыш сыныптан бастап 11-ші жоғарғы сыныпқа дейінгі аралықтағы барлық жарыстар, барлық конкурстар, олимпиадалар, жаңағы слеттар, фестивальдар, жаңағы лидерлік, мына біздің республикалық пікірсайыс турнирі, осылардың барлығы осы тәрбие бағытында да осы біздің орталықтарда өткізіледі. Ол 3 кезең бойынша өткізіледі. Ол мектепішілік өздерінде өтеді аудандық, одан кейін осы біздер облыстық деңгейде өткізіп, содан іріктеп республикалық кезеңге балдарды шығарамыз. Ну вот это республика, уровень республикасында қандай жеңімпаздар? Енді биылғы, тек қана биылғыны алатын болсақ, міне сіздердің алдарыңызда тұр. Халықаралық олимпиада мен конкурстың 3 жүлдегеріміз бар. Бұл халықаралық деңгейде орын алып келіп отырған балдарымыз. Информатикадан Евразиялық халықаралық олимпиададан 3-ші орын алып келді оқушымыз Марс Санжар деген. Жолдасбеков атындағы математика, механика пәні бойынша халықаралық зерттеу жобаларына 3-ші орын алып келді. Жолдасбековтан тоже осы не бойынша зерттеу конкурсы бойынша 3-ші орын алып келген. 3 оқушымыз халықаралық деңгейде алып келіп отыр. Былтыр бір оқушымыз дейтін IOI Индонезияда өткен олимпиадада 2 дүркін чемпион болды. Қазір ол оқушымыз дейтін Назарбаев университетінде 1-ші курсының студенті. Одан кейін жалпы білім беретін пәндер бойынша республика ғылыми жобалар конкурсының бұл жерде республикалық жүлдегерлері. Біздердің 37 оқушы қатысты. Сол 37 оқушыдан мен алдарыңызда тұрған осы біздің республикалық деңгейдегі жеңімпаз атанғандар. Одан кейінгі президенттік олимпиадамыз, оған бізге 5 оқушы қатысқан болатын. 11-ші сыныптың оқушылары, сонда бір оқушымыз жүлделі орынға ие болды. 3 грантты жеңіп алып келді бұл оқушы. Зерде бұл бастауыш сыныптардың ортасында өтетін конкурс. Среднее звеноменен осы жерде де мына біздің 4 оқушымыз орын алып отыр. Мына жерде республикалық жасөспірімдер олимпиадасы деген бар, 7 мен 8-ші сыныптардың ортасында өтетін, жарыстан математика бағыты бойынша өтетін. Бұған біздерден 8 оқушы қатысып, 3-еуі жүлдегер атанып келді. Одан кейін кеше ғана үлкен